Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadірменді бауырлар, білесіздер, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Ниса сүресі 59 аятта былай деп береді: ей мүминдер, сендер Аллаға бойұсыныңдар, пайғамбарға бойұсыныңдар, әрі өздеріңнен болған әмір иелеріне де, деп бұйырылады. Енді сахабалар мен табиғиндер арасында әмір иелері деген сұрақ туындайды. Бұлар кімдер деген кезде екі пікір алға шығады. Біреулер айтады, әмір иелері деген ол халық өзара арасында сайлап алған басшылар деп айтады. Енді біреулері өзара жүрген, ілім үйреніп, ілім біліммен айналысқан ғалым ғұламалар деп айтады. Енді біз мұсылман ретінде ол басшы болсын, ғалым ғұлама болсын, екеуіне де бой ұсыну, бағыну біздің міндетіміз. Тағы бір Алланың елшісінің бір хадисі бар. Сол хадисте Алла елшісі былай деп айтады: тыңдаңдар, бой ұсыныңдар. Тіпті егер сендердің үстеріңнен басы мүйіздей болған хабаши бір құл басшылық етсе де, оған бой ұсыныңдар дейді. Енді бұның барлығы айтылған аят пен хадис бізді тәртіпке, тәрбиеге шақыруда. Біздің батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы өзінің бір сөзінде: тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды дейді. Енді бұл тәртіп деген нәрсе қалалардың көшелерінде ілінулі тұрған бағдаршам іспеттес. Егер де бағдаршам болмаған жағдайда автокөліктердің қақтығысы, кептелістер бой көрсетер еді. Егер бағдаршам болғанда әрбір автокөлік өзінің діттеген мақсатына жететін еді. Енді дәл сол сияқты қандай да бір мемлекетте тәртіп болатын болса, ол мемлекет әрдайым өседі, өркендейді, дами түседі. Тәртіпсіз мемлекет әрдайым құрдымға барады, құлдырайды, әлсірейді, құрып кетеді. Енді қазақтың бір жақсы сөзі бар: әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал артық дейді. Тағы бір сөзінде: тәртіп тәрбие бастауы, тәртіпсіздік өміріңнің қашауы демекші. Қадірменді көпшілік, тәртіпке бағынайық, тәртіпке бойұсынып, еліміздің өркендеуіне үлес қосайық. Алла разы болсын.